Bismillah, assalamu alaikum. No. Үйдің артында көлеңке жеріміз, көше бет. Осы көше жағында да шылаушын бағып жатырмыз. Әрбір жерді тиімді пайдаланайық деп. Себебі үйдегі жердің көлемі 7 соттық, 8 соттық. Осы жерге шылаушын бағуды бастадық. Су қарамыз, талдырға барады. Мынау алма ағашы. Бұл алма ағашы жылда 3-4 ақ салатын тұғын. 3-4 ақ салады, көп салмайтын. Енді алаң құдіреті. Міне керемет, осылай салып тұр қазір. Құйып салып тұр ғой. Машалла. Дәстүр деген алма. Бізде Түркістанда хит. Көктемде піседі осылай. 300 теңге, 400 теңге сатады килосын базарда. Компот жапқанға, үйге жегенге, балаларға ерте көктемде, ерте жазда әдемі таптырмайды. Осылай. Осының астында шылаушындар жүрген жердің су арғаннан кейін вермичай деп айтады ғой. Суы сіңіп, ағаштың тамырына барады. Соның жерді құнартуымен осылай жақсы салып тұр. Алла берекесін берсін. Осылай әркім өзінің үйіне керекті мөлшерде шылаушын бақса да болады. Кәсіп қылмаса да өзінің үйіндегі ағаштарына не қылуға жаңағыдай тыңайтқыш есебінде беруге.